Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Казмайн Про. Менде көптен бері видео шықпады. Мен видео шығарайын деп тұрмын. Мен описаниядан қарағандай, мен бүгін топ 3 видео түсіруге арналған топ 3 программаны көрсететін боламын. Оның біріншісі топ 3 программа ол X-Recorder. Міне X-Recorder түрі осындай. Бұны Play Market'тен тапсыздар. Мен бұны көрсеткен болатын. Одан кейінгі программа топ 2 ол Screen Recorder. Оны былай іздейсіздер. Do Recorder дей саласыздар. Шығады. Қазір көрсетемін. Осы әдем приложение. Аңғарыңыздар, мынандай Free Fire бүкілін түсіреді. Ал екінші программа ол топ 1 программа ол Do Recorder. Бұл программа ең күшті программа. Әлемдегі емес енді. Ең күшті программа мен үшін. Өздеріңізді қабылдайтын боласыздар. Міне осымен видеоның соңына дейін жеттік деп қойып кетсеңіз, олардың қалай жұмыс істейтінін көрсетемін. Screen Recorder. Бұл жақта міне мына жақта нелер тұр. Настройка, мына жақта жазған видео. Мынау короче сондай да. Ал X-Recorder'де мына жақта шығысын. Кіреміз X-Recorder'ге. Ода да сондай. Мынандай шығады. Запись басталады, короче. Запись басталады. Мына жақта менің түсірген видеоларын, ешқандай видео түсірмегенмін. Разрешение өздеріңіз телефондарыңыз көтергеніне байланысты. Менікі 480-540 көтереді. Запись звука, режим записи, спектакль, нормальныйге қойсаңыздар. Так, скрывать актный записи. Мынаны бастаңыздар. Мына жоқ болып кетеді осы. Записи басқаланда. Сондай наяқты щетка, камера дейін болады. Камера деген мынау. Осындай. Мен бетін көрсетпеймін. Ялым еткені. Так. Досым есілме қалды дейме жаңа. Наяқты видео. Енді Do Recorder'ге кіреміз. Бұл маған ең қатты ұнайтын программа осы Do Recorder. Кірсе. Кіріп баратыны. Достар, мені кірді. Осылайнан болады, мынандай. Несі бар осындай. Не дейді? Білмеймін атын. Яқта видеоны өңдейсіздер. Яқта настройкасы жаңағындай. Мен 480 көтереді, 480. Мына жақта өздерінің нелері болады. Осындай настройкасы болады. Настройкасы көп бұның, сондықтан жақсы болады деген ойдамын. Болды достар. Болды, сіздермен бірге болған мен Казмайн Про. Айтпақшы, менің бұрынғы каналымның аты Альтеф 4 болатын. Бірақ мен ол каналымды өзгертіп тастадым, Казмайн Про деп. Өйткені ұнамай қалды. Казмайн Про деген әдемі естіледі. Сау болыңыздар достар.